Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, достарым. Бүгін кәдіден осындай керемет дәмді блинчик дайындайтын боламыз, яғни құймақ дайындайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай, көп ингредиентті қажет етпейді. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен кәдіні жақсылап жуып аламыз. Және осындай терканың өте ұсақ жағымен теркадан өткізіп аламыз. Бізге бір кәді жеткілікті. Бір кәдінің өзінен әжептәуір көп мөлшерде құймақ шығады. Ендігі кезекте дәміне қарай тұз қосамыз, бұрыш қосамыз және петрушка мен укроп қостым. Алдын ала турап дайындап қойған болатынмын. 2 жұмыртқа салдым және 1 шай қасық паприка салдым. Жақсылап шамалы араластырып осылай. 1 кесе сүт құйдым. Ұнды дайындап, мөлшермен дайындап қойған болатынмын. Ұнды салып, араластырмай тұрып, қопсытқышты да, қопсытқыш болмаса, сода салсаңыздар да болады. Мен қопсытқыштың орнына сода салдым. Менде шамалы қоюлау болғандықтан тағы да сүт қоюды жөн көрдім. Ең соңында сырды тағы да терканың ұсақ жағымен өткізіп, шамамен 100 грамм сырды теркадан өткізіп, осылай салып болғаннан соң жақсылап араластырамыз. 1 келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Және табамызды қыздырып, шамалы ғана май тамызып, осылай жағып аламыз. Қызған кезде олжаудың көмегімен осылай құйып пісіріп шығамыз. Бірінші құйып әдемелеп орналастырып алғаннан соң бетін жауып, 2 минуттан соң екінші жағына аударып, екінші жағын тағы да пісіреміз. Міндетті түрде бетін жауып пісіреміз. Міне біздің бірінші құймағымыз дайын болды. Екіншісін тағы да көрсетіп жатырмын. Осылай әдемелеп салып болғаннан соң бетін жабамыз. Және осындай түйіршіктер шыққан кезде, тесіктер пайда болған кезде шамалы беті құрғақтау болады. Сол кезде екінші бетіне аударып, тағы да тура солай пісіреміз. Міне біздің кәдіден жасалған құймағымыз дайын. Яғни кабачоктан жасалған. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы оңай, тура құймақтың рецептісі сияқты. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.
Ингредиентінің барлығы описание бөліміне қалдырамын. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.